Сәлем достар! Бүгін біз ең оңай, бірақ ең дәмді блинчик дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, сүт, құмшекер, сұйық май, ыстық су, сода және де ұн қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны және де құмшекерімізді салып, оның үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Қоспамыздың үстінен жылы сүтімізді құйып, тағы да араластыратын боламыз. Енді ұнымызды салып, қоспамыздың арасында түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып аламыз. Ас содасын ыстық суымызға салып, жақсылап араластырып, оны қоспамыздың үстіне құятын боламыз. Алдымен сковородкамызды қыздырып аламыз. Кейін қоспамызды айналдыра құйып шығамыз. Сковородка майлауды қажет етпейді. Қызарғаннан соң лопатканың көмегімен немесе қолдың көмегімен аударып аламыз. Менде примерно осындай 15-16 штук блинчик шықты. Осындай жұқа әрі дәмді істеп көріңіздер. Ішіне өздеріңіз қалауларыңыз бойынша начинка салсаңыздар болатын. Мен сүзбе, яғни творог салдым. Міне қыздар, біздің бір істегеннен ақ шығатын блинчиктеріміз дайын. Рецепт ұнаса лайк басып, тіркеле кетіңіздер. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын. Назарларыңызға рахмет.